Сәлем қыздар, бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын фриді көрсететін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге қажетті зат картоп қажет болады. Қабығын жақсылап аршып, картоптарды жуамыз да осылайынан бірнеше бөліктерге дөңгелек күйінде турап шығамыз. Одан кейін осы бір дөңгелектерді ұзын-ұзын соломка қылдырып тураймыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Өзіңіздеріңізге қанша картоп қажет, сонша картоптан жасауға болады. Мен 5 дана картоп қолдандым. Осылайша барлық картоптарды ұзынша етіп турап шықтық. Енді осы картоптарды біз суға бірнеше рет жуып шығамыз. Яғни картоптың бойындағы крахмалдардың барлығын кетіру керек. Одан кейін жеке ыдысқа картоптарды сүзіп, жақсылап сүзіп аламыз. Одан кейін орамалға картоптарды жайып кептіретін боламыз. Не болмаса қағаз сүлгіге салып кептірсеңіздер де болады. Мен орамал сүлгіге картоптардың барлығын жайып салып шықтым. Одан кейін үстінен қағаз сүлгімен сүртіп, суын, артық суларын сүртіп шықтым. Одан кейінгі кезекте майымызды қатты қыздырамыз да кепкен картоптарымызды біртіндеп сала бастаймыз. Яғни картоптың барлығын салуға болмайды, шамалыдан салып отырамыз. Әйтпесе картоптар бірігіп, бір-біріне жабысып кетуі мүмкін. Не болмаса майымыз көпіріп тасып кетуі де мүмкін. Осылай видеодағыдай аз-аздан салып, картоптарымыз қызарғанша пісіріп шығамыз. Біздің картоптарымыз қызарып пісті. Қатты күйдіріп алмаңыздар. Қызарған бетте картоптарымызды осылай сүзіп аламыз. Осылайша барлық картоптарды пісіріп шығамыз. Міне осылайша үй жағдайында картоптан фри жасадық. Өте дәмді болып шығады. Көп уақытты алмайды, жылдам, тез жасалады. Өте дәмді болып шығады. Кетчуппен ұсынсаңыздар да болады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.